Мен 2 жаста болғанда анам әкеммен ажырасқан екен. Содан кейін әкем мені іздеп келген емес. Анам да ештеңе айтпайды. Үйде суреті де қалмаған. Сондықтан өз туған әкем жайлы ештеңе білмеймін. Қайда тұратынынан да хабарым жоқ. Мен 4-ші сынып оқып жүргенде анам 2-ші рет тұрмыс құрды. Өгей әкем анамнан 3 жас кіші. Бірақ анам ол кісіден бала көтермеді. Өгей әкемнің аты Мәлік. Негізі Мәлік ағаның бұрынғы елінде 2 баласы қалған екен. Көңілімнің түкпірінде әкеге деген сағыныш тұнып тұрған ба, Мәлік ағаны алғашқы күннен ақ жақсы көріп кеттім. Ол да маған әртүрлі ойыншықтары беріп, үнемі қыдыртатын. Бар еркелігімді көтеріп, туған әкемдей қамқорлық жасап жүретін. Арқасына мініп алсам да ренжімейтін. Тіпті анамнан гөрі Мәлік ағамен көбірек сырласатынмын. Былтыр мектеп бітіріп колледжге түстім. Мен мектеп бітіргеннен бастап Мәлік ағаның маған деген көзқарасы өзгере бастады. Былтыр мектеп бітіру кешінен кейін Мәлік аға машинасымен мені үйге алып қайтуға келді. Көліктің алдыңғы орындығына отырған соң, құттықтаймын деп, иығымнан құшақтап, өзіне тартты. Мен әдеттегідей бетімнен сүйгелі жатыр екен ғой деп, бетімді тостым. Бірақ ол күтпеген жерден ернімнен сүйе бастады. Кеудесінен итеріп, босанбақ болып едім. 2 қолмен қапсырақ құшақтап, жібермей зорлап сүйе берді. Қарулы қолдары қозғалуға шамамды келдірмеді. Әлден уақытта барып, өзі босатты. «Мұныңыз не?» деп жылап жібердім. «Кешір», шайтан түртті. Маған не көрінгенін өзімде ұқпай отырмын. «Кешір, кешір, тек жыламаш, құлың болайын. Мені қара басты», деп өлердегі сөзін айтып, кешірім сұрады. Мұндай жағдай қайта қайталанбайды. Тек Гүлжанға айтпашы деп жалынды. Гүлжан менің анам еді. Жалынышты сөздері сенімді шықты ма? Мен жарайды деп кешірдім. Бірақ Мәлік ағаның қылығы бұнымен тоқталмады. Сол жағдайдан кейін ол маған бұрынғыдай қызым деп емес, әйел адам деп көзбен ішіп жеп қарайтын болды. Соны сезген соң, одан бойымды аулақ ұстауға тырыстым. Анам түнгі кезекшілікте болған күні бөлмемнің есігін іштен құлыптап алып шықпай отырам. Мәлік ағамен бұрынғыдай бірге отырып кино көру, оны талқылау деген жоқ. Солай арадан 2 айдай уақыт өтті. Көңілдегі реніш табы да қайтқан секілді. Бір күні кешкі мезгілде Мәлік аға, анам үшеуміз теледидар қарап отырдық. Комедия жанрындағы кино болып жатты. Сол кезде арамызда қалжыңдасу басталып кетті. Мәлік аға анамды қыдықтап күлдірді. Анам мені қыдықтады. Бұрынғы әдетіміз бойынша енді мен Мәлік ағаны қыдықтауым керек. Мен тосылып қалдым. Ойында ештеңе жоқ анам. Мәлік ағаңды қыдықтасайшы, деді. Анам бірдеңені сезіп қалмасын деген ой келді ме? Жоқ, әлде анамның сөзі түрткі болды ма? Мәлік ағаны қыдықтай бастадым. Сол күні кеш көңілді болды. Содан бастап Мәлік ағадан қорқуды қойдым. Анам кешкі кезекшілікте болғанда бұрынғыдай бөлмеге тығылып алмай, бірге теледидар қарайтын болдық. Арада 15-20 күн өтті. Сол күні анам кешкі кезекшілікте қалған еді. Кешкі уақытта Мәлік ағамен бірге теледидардан махаббат туралы кино қарап отырғанбыз. Бір кезде кейіпкер қыз бен жігіт сүйісті. Киноға беріліп кетіп, Мәлік ағаның қасыма қалай келіп қалғанын да байқамай қалыппын. Әй-шәй жоқ, бас салып сүйе бастады. Күтпеген жерден бас салғанда қарсылықты көрсете алмай қалдым. Орнымнан тұрып кетуге шамам жетпеді. Құшақтап астына басып алды. «Қойыңыз, мұныңыз не? Мен сіздің қызыңызбын ғой», деп жалынғаннан басқа
амалым қалмады. Бірақ менің сөзімді тыңдап жатқан ол жоқ. Бір кезде киімімді шешуге талпынды. Қатты қорқып кеттім. Мамам айтам, қазір шыңғырам деген кезде барып босатты. Бірақ қолымнан ұстап жібермей кешірім сұрай бастады. Оның сөзінің бірін естісем, бірі құлаққа кіріп жатқан жоқ. Қолымды жіберіңіз деп ашуландым. Кешірдім десең, жіберем деп қолымды қатты қысып ұстап алған. Қазір көмектесіңдер деп шыңғырам деген соң ғана қолымды босатты. Босатқан бойда бөлмеме кіріп, есікті құлыптап алып, түннің бір уақытына дейін жылап жатып ұйықтап кетіппін. Ертеңінде анам жұмыстан келмей жатып, мен сабаққа кетіп қалдым. Түнімен жылап, көзім ісіп кеткен болу керек. Құрбыларымның бәрі не болды деген сұраумен болды. Оларға жай дегеннен өзге ештеңе айтпадым. Не деп айтам? Қалай айтам? Анама айтсам деп ойладым. Бірақ екеуінің арасына түскендей болмайым ба деген сауал мазалады. Ал мен ол сауалға нақты жауап таба алмадым. Мәлік аға бұл қылығын қояр. Сондықтан қазірше анама айтпай тұра тұрайын деп шештім. Мәлік ағамен екеуміздің бұрынғыдай қалжыңдасып, алысып жұлысып ойнайтын әдетіміз сап тыйылды. Әрине, анам мұны байқады. Бір күні, неге Мәлік ағамен қалжыңдасып, алысып ойнауды қойғансың деп сұрады. Мен шындықты жасырып, енді бойжеткен қыз болдым, ұят болады ғой дедім. Менің сөзіме шынымен сенді ме? Анам да. Оның дұрыс екен деді. Одан әрі, ол жайлы мен де, анам да сөз қозғамадық. Әңгіме сол жерден аяқталды. Одан кейін Мәлік аға ессіз қылығын қойған сияқты еді, бірақ олай болмай шықты. Осы 8 наурыз мерекесі қарсаңында, нақты айтқанда 6 наурыз күні анам түнгі кезекшілікте болды. Анам үйде болмаған соң, кешке жұмыстан келген Мәлік ағаға тамағын бердім. Шай үстінде Мәлік аға, мынау мерекелік сыйлығым, істеген ісімнің кешірімі деп, қалтасынан алтын жүзік алып шығып ұсынды. Мен, рахмет, бірақ ешқандай сыйлықтың керегі жоқ деп алмадым. Алмасаң кешірмегенің, алсаң кешіргенің. Кешірсең, енді ондай ақмақтықты қайталамауға анамның ақ сүтімен ант етемін, деді. Анасының ақ сүтімен ант етіп отырған соң, жарайды деп сыйлығын алдым. Ол бетімнен сүйді. Қорқып тұрғам, бірақ бөтен әрекетке бармады. Сонан соң алтын сырғаны көрсетіп, мынаны мамаң алдым, ұнай ма деп сұрады. Әдемі екен. Ұнайтынын айттым. Анам үшін қуанып қалдым. Бірақ ол кезде ол қуанышты сезімнің түнге дейін ғана ұласатынын қайдан білейін. Бөлмеме кіріп, ұялы телефонмен ойнап жатып ұйықтап кетіппін. Шамасы, есікті іштен құлыптауды ұмытқан болуым керек. Біреудің омырауымды сипағанын сезіп, шошып ояндым. Қасымда Мәлік аға отыр. Мұнда не істеп отырсыз? Шығыңыз дедім. Сөйтсем, бағанағы мамаңа алдым деп көрсеткен сырғасын ұсынып, мен сені жақсы көрем. Я десең, мына сырғаны да саған тартып етем. Екеуміздің арамыздағы жағдайды ешкім де білмейтін болады, деп бөсіп отыр. Бағанағы жүзігін саусағынан шешіп, мынаны да алыңыз, сізден маған ештеңе қажет емес. Ертең бәрін мамама айтам дедім. Ол сәл үнсіз отырды да, мен сені сүйіп қалдым деп, бас салып сүйе бастады. Қанша арпалысқанымызды білмеймін. Әйтеуір, біраз уақыт аймалап сүюмен болды. Құдай сақтап, шешіндіруге талпынбады. Әлден уақытта барып, үстімнен түсіп, бөлмеден шығып кетті.